Біз жер бетіндегі ең қауіпті жерді айтатын боламыз. Бұл жерге пайғамбарымыз бармаңдар деп ескерткен. Ал қазір адамдар осы жерге барып жай билеп тикток түсіріп жүр. Бұл Самуд қауымының мекені. Сауд Арабиясындағы Әл-Уля деген аймақ бұл жерге қарапайым көзге әдемі көрінгенмен шын мәнінде қаһарға ұшыраған қауымының жұрты. Қызығы, біздің қазақтар бұл туралы біле бермейді де. Бірақ бұл жерге барып бейбіт түрде көңіл көтеріп жүргендер не ойлайды? Иә, бұл жер бұрын Самуд қауымының мекені болған, Алланың қаһарына ұшыраған қауым. Олардың арасында өмір сүрген адамдар тек күшті емес, бірақ өлімге жақын өздерінің шектен шыққан амалымен танылған. Самуд қауымы деген кімдер? Самуд қауымы бұрын өмір сүрген өте қуатты, өркениетті халық болған. Олар тіпті таудың ішінен үй ойып жасайтын, технологиясы, байлығы, күш-қуаты көп ел болған. Бірақ бір үлкен кемшілігі бар еді. Алланы мойындамады, пайғамбарды тыңдамады. Алла оларды тура жолға салу үшін Салих пайғамбарды жіберді. Ол кісі оларға насихат айтып, Аллаға ғана құлшылық етіңдер, азғындамаңдар, деді. Бірақ олар, сен кім едің, бір өзің бізге ақыл айтып, деп менсінбей қойды. Алла оларды інген түйе арқылы сынақ жіберді. Салих пайғамбар, мына түйеге тиіспеңдер. Ол Алланың белгілерінің бірі. Суға кезекпен барыңдар, деп ескерткен. Бірақ олар түйені бауыздап тастады. Осы кезде Алланың азабы келді. Жер сілкінді, дүрсіл, айқай, аспаннан дауыс, таң ата бүкіл қауым жойылып кетті. Ал Салих пайғамбар кім? Салих Алланың елшісі. Нұх пен Ибрахим пайғамбардың заманына жақын өмір сүрген. Ол Самуд халқына тура жолды көрсету үшін жіберілген. Құранда аты бірнеше рет аталады. Қазақтар көп жағдайда бұл қауым жайлы білмейді. Бірақ бұл оқиға Құранда нақты жазылған. Алланың үлкен ескерту ретінде қалған ғибратты оқиға. Бұл жерде жойылған қауымның тарихы мен ұрпақтары туралы айту тек өткенді еске алу емес, сондай-ақ болашақ үшін сабақ алуға мүмкіндік береді. Қауымның күйреуінің себептері күпірлік, Құдайға қарсы шығу, арамдық және қиянат болды. Біз осы тарихты түсінгенде өзіміздің өмірімізде қайталанбайтындай қателіктер жібермеуіміз керек. Не үшін бұл жерге баруға болмайды? Бұл жерге баруға тыйым салынғаны жай ғана сақтық шарасы емес, бұл Алланың қаһары түскен мекен. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Самуд қауымының жеріне барған кезде сахабаларға ол жерде ұзақ қалмауға, одан қорқып жылап өтуді бұйырған. Сахих әл-Бухариде Джабир ибн Абдулладан, Алла оларға разы болсын, жеткен хадисте Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бізді Хижр, яғни Самуд қауымының мекені аймағына келгенімізде, жыламайтын болсаңдар бұл жерге кірмеңдер, өйткені бұл азапқа ұшыраған қауымының мекені, деді. Бұл хадис Самуд қауымы өмір сүрген мекенге бейқам, күліп ойнап баруға болмайтынының ашық дәлелі. Сондай-ақ пайғамбарымыз ол жерден су алып қамыр илеуге де тыйым салған. Тағы бір хадисте Сахих Муслимде адамдар Хижрге, яғни Самуд жұртына келгенде құдықтарынан су алып қамыр иледі. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, оларға ол суды түйелеріңе құйып тастаңдар, ал қамырды малдарыңа беріңдер, оған тиіспеңдер, деді. Бұл пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бұл мекенде тек ғибрат алу үшін ғана тоқтауға рұқсат бергенін білдіреді. Туризм, көңіл көтеру, билеп, видео түсіру бұл жерде мүлде сай келмейтін тіпті қауіпті әрекет. Енді біз оны ғылыми тұрғыда, яғни дүниелік көзқарас ретінде алып қарасақ, Әл-Ула бір кездері Самуд қауымын жойып жіберген жойқын жер сілкінісі болған аймақ. Ғалымдар бұл жердің әлі күнге дейін геологиялық тұрғыдан тұрақсыз екенін айтады. Самудты жойған апат жалғыз оқиға емес, ол бүкіл аймақтың астындағы қабаттарға әсер етіп, болашақта да жер сілкініс болу қаупін арттырған. Бұған қоса бұл аймақтың дәл үстінде озон қабатының тесігі бар екенін анықталған. Бұл дегеніміз, күннен келетін зиянды ультракүлгін сәулелер мұнда өте көп. Бұл сәулелер теріге зиян, тіпті тері обырына, раққа дейін әкелуі мүмкін. Яғни бұл жер тек рухани емес, нақты өмірлік қауіптері де бар аймақ.
Ғылым да бұл өңірдің қауіпті екенін растап отыр. Сондықтан мұндай орынға жай қыдырып суретке түсіп қайтатын жер деп қарау үлкен қателік. Дәл қазір бұл жерге барып жүргендер оның тарихы мен маңызды ескертулерін біле ме? Әлде олар тек өздерінің қызығушылықтарын ғана ойлап жүр ме? Олар Самуд қауымының тағдырын ескеріп жатыр ма? Бұл өте маңызды сұрақтар. Міне, осы тарихи оқиғалар мен ескертулер бізге сабақ болуы тиіс. Егер сіздер Әл-Ула сияқты орындарға баруды ойлап жүрсеңіздер, онда тарихты, мәдениетті және Алланың қаһарын жақсы түсінуіңіз қажет. Егер бұл бейбіт жерлердегі тарихи ескертулерді елемесек, келешекте біз де өз жолымызды жоғалтуымыз мүмкін. Біздің міндетіміз өткеннен сабақ алып, дұрыс бағытта жүру. Қазіргі заманның сәні мен қызығушылығы өз орындарын тапқанымен, әрқайсымыздың жүрегіміздегі ұлы тағдырларға жауапкершілік болуы керек. Келешекте осы тақырып туралы толыққанды видеоны шығарамыз. Самуд қауымы және олардың тағдыры жайлы нақты әрі терең түсінік береміз. Сондықтан арнаға жазылыңыз. Жақында жаңа видеолармен бөлісеміз. Сіздер не ойлайсыздар? Осы тарихи орындарға бару дұрыс па, әлде жоқ па? Өз пікірлеріңізді бізбен бөлісіңіз. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى